Өндіруші бұқаларды күтіп бағу. Шағыл өсіру маусымы басталғанға дейін өндіруші бұқаларды күтіп бағу мен іріктеу. Ең алдымен өндіруші бұқаның өсуі мен дамуына көңіл аудару қажет. Жас бұқалардың орташа тәуліктік өсімі 1050-1150 грамм болатындай жағдай жасайды. Сондықтан да бұқашықтың рационында дәнді азық мөлшері дене салмағынан 1% мөлшерді құрауы керек. Сүрлем мен пішенді тиісінше толық қанағаттандырылатындай көлемде беру керек. Шамадан тыс азықтандыру олардың жыныстық белсенділігі мен шәует өндіру қабілетін төмендетеді. Ал жас бұқаларды қажетті мөлшерде толыққанды азықтандырмау тиісінше жыныстық жетілуді баяулатып, аталық жыныс безінің дамуын тежейді. Қалыпты деңгейде азықтандырған кезде бұқалар 7 күн аралығында шәует қорын толықтай қалпына келтіреді. Ал толыққанды азықтандырылмаса, 26 күн аралығында да шәует қорын қалпына келтіре алмайды. Жануарлардың арасындағы бәсекелестік пен ішіндегі ересектеу бұқалары едәуір жас бұқашықтардың жыныстық белсенділігін басу әрекетін болдырмау үшін бұқаларды жас шамасына қарай күтіп бағу мен топтастыру керек. Шағылыстыру маусымы басталғанға дейін өндіруші бұқаларды күтіп бағу мен іріктеу. Экстерьері дұрыс және шығу тегі жақсы болып келетін қалыпты жағдайда дамыған бұқаны таңдайды. Кейіннен бұқаның денсаулығын тексеруге кіреді. Аталық жыныс безінің өлшемін алу, ұрықты бағалау, қозғалғыштығы, түрі ұрықтың пайыздық көрсеткіші мен концентрациясы, ома орамы мен өлшемі, шәует өндіру қабілетін анықтау бойынша ең үздік және электроэвакуляция кезінде алынған ұрықты есептеуге қарағанда ең сенімді көрсеткіш. Әдетте 2 жас шамасындағы бұқашықтар үшін қалыпты көрсеткіш шамамен алғанда 32-34 сантиметр. Суреттегі ортада бейнеленген бұқаның омасының пішіні қалыпқа сай. Сол жақтағы бұқаның омасы тура отырғызылған. Оң жақтағы бұқаның омасы таңдалған. Мұндай бұқалардың жақсы өндіруші болуы сирек кездеседі. Аталық жыныс бездерінің өлшемі кішкентай болуының себебінен олардан алынатын шәует мөлшері аз болады. Бұқаны қораға шығару барысында оның аяқтары мен тұяқтарының құрылысын және қозғалысының қаншалықты еркін екенін анықтауға болады. Шағылыстыру маусымы барысында бұқаларды күтіп бағу. Шағылыстыру маусымы барысында келесі белгілерге назар аудару керек. Жыныстық белсенділігіне. Бұқаның жыныстық белсенділігін бағалау ұрықтандыру деңгейін едәуір жоғарылататын маңызды көрсеткіш болып табылады. Норма бойынша бұқаға бекітілетін сиырлар мен жас ұрғашылардың саны. Әдетте бір жас бұқаға 20-25 ұрғашы малды қалдыру керек. Табындағы басыңқылықтың өндірушілік қабілетіне тигізетін әсері. Басыңқылық маңызды орын алып, жасы келген кәрі бұқа өзіне бағынышты едәуір жас бұқашықтардың жыныстық белсенділігін басып тастауы мүмкін. Нәтижесінде табындағы сиырларды ең кәрі бұқа ұрықтандырады. Жыл сайын жас шамасы үлкен кәрі бұқадан немесе жасына қарай екінші болған өндірушіден 62-76% төле алады. Осы талғамдардан туындайтын келеңсіз жағдай бұл табындағы ең кәрі басыңқылық көрсетіп тұрған бұқаның өзінің ұрықтандыру қабілеті мен генетикалық қасиетіне қарамастан жас бұқаларға қарағанда көп ұрғашыны ұрықтандыру арқылы байқалады.